Алматыдағы оқуымды аяқтаған соң, жатақханадан шығып қалдым да, әп-сәтте алып шаһарға керексіздігімнен бөтендігім сезіліп, амалсыз туған жеріме, Созаққа оралдым. Әттегенмен бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі деген күліктей дипломмен мені мектепке жұмысқа ала қоймады. Мұғалім боламын деген үмітім күн өткен сайын түгесіліп, аудандық бос орындар жәрмеңкесіне қатысып жүріп, кітапханаға сирек кітаптарды желімдеуші болып жұмысқа орналастым. Мен жұмыс істейтін аудандық кітапхананың кітап қорын сақтау бөлімі төбесінен су өтіп, қабырғасы қақыраған кісі баласы көргісіз ескі кабинет болып шықты. Ең сорақысы, небір құнды кітаптар жауыннан аққан судың кесірінен бүлініп, жарамсыз болып қалған. Менің алғашқы жұмысым бүлінген кітаптарды желімдеп шығу болды. Желімдеп отырып, қысқа шығармаларға көз жүгіртіп өтемін. Жұмысым маған бірден ұнады. Мынау өзі дәп маған арналған жұмыс екен. Кітаптың жыртығын жамап отырып, мазмұнын оқып шығуға болады. Егер қызықтырып әкетсе, түгел оқып шығуға да уақыт табылады. Ең бастысы, ынта мен зейін болса жеткілікті. Мен бұл жұмысты қараңғылықтан арылу жұмысы деп атар едім, және сол жұмысыма ақы төлейді. Аз уақытта едені сыз тартып, қабырғалары көгерген кабинет мен үшін жұмақ мекеніне айналды. Сөрелерде шаң басып сіресіп тұрған кітаптардың әрқайсысын ақтарып күн ұзаққа кабинеттен шықпаймын. Кез келген елде бір ақынның өмір сүруі тарих үшін ғана емес, махаббат үшін де шартты заңдылық болуы керек. Өзің ойлашы, ақыны жоқ елдің халқы шынайы сезімді қалай сезінеді? Әй, сезінбесе керекті, деп өз-өзімнен күбірлеп, бір түрлі оғаш ойға шомып отырғанымда кабинетке Надя тәтей келді. 1998-2015 жылдар аралығындағы аудандық Созақ үні газетінің тігінділерінің шаңын бұрғы еткізіп алдыма тастады. Саған жұмыс көп, мыналарды да бүтіндеу керек деді. Төбеден су өткенде газет тігінділерінің сыртқы картон қабығы бүлініп, газеттің біраз бөлігіне су тиіп жыртылған екен. Маған соны жаңалап шығу тапсырылды. Бұлайша еш қиындығы жоқ жұмыс. Жыртылған газеттерді бөлек алып, бүлінген бөлігін скотчпен жапсырып, сыртын кітап мұқабасындай тартып қаптап жатқанымда 2004 жылдың мамыр айының 27 жұлдызында жарыққа шыққан газеттен жасөспірім қыз Валяның жоғалып кеткендігі жайлы хабарламаға көзім түсті. Әуелгіде газеттегі қыздың суретінен біраз уақыт көзімді ала алмай қарадым да қалдым. Таныс көзқарас, өте таныс. Газетті қолыма алып, алғашқы қысқа ғана жазуға көз жүгіртіп өткенімде өз көзіме өзім сенбедім. Іздеу саламыз. Алексеева Валерия Андреевна 1988 жылы Созақ ауданы Степное селосында дүниеге келген. 16 жаста. Қазан айының 15-ші жұлдызында сиыр айдаймын деп өріске қарай шығып қайта оралмаған. Ұлты орыс. Өңі ақсары, сұңғақ бойлы, көзі көк, шашы сары. Үйіне шыққанда үстінде ақ түсті той көйлек болған. Соңғы уақытта жүйкесі сыр беріп, есін жоғалта бастаған. Көрген білген адамдар болса, Степное ауылдық округіндегі әкімшілік нөміріне хабарласуын сұраймыз. Үйінде ата-анасы мен бауырлары күтуде. Мынау Валя ғой деп газеттегі суретке қарап есеңгіреп отырып қалдым. Суреттегі Валя еді, менің бала күнгі досым Валя болатын. Ол осыдан 14 жыл бұрын ұшты күйлі жоғалып, тірі боп жердегілердің, өлі боп көрдегілердің қатарына кірмей ғайып болған еді. Төңірегімді түп-түгел көзбен шолып шықтым. Кәдімгі көп қазақы ауылдың арасындағы бірлі жарым орыс отбасыларының ескі құжырасы. Алғашында біраз уақыт аңырайып босағада тұрып қалдым, онсыз да күннің көзі көп түсе қоймайтын қуықтай бөлменің терезесін күңгірт түсті матамен тұмшалап қойыпты. Содан болар алғаш бөлмеге бас сұққанымда қою қараңғылыққа тап болғандай біраз уақыт көзім қарауытып, басым айналды. Тіс. Ішке кір деді Валя.
әжең ұрыспай ма? Өлгелі жатқан кемпірде ұрсуға шама бар дейсің бе? 87-ге келді ғой. Не өздігінен тамақ іше алмайды, не қозғала алмайды. Менің сорым. Валя төрге қарай озып, терезенің шаңын бұрқыратып күңгірт түсті жапқышты сыпырып алып тастады да, түсі оңа бастаған шілтері пердені сыра салды. Бағанағы көзге түртсе көргісіз қою қараңғылық лезде сейіліп, бөлме ішіне сарғыш нұр шашырай бастады. Сонда байқадым, ақталмағанына көп жыл өткен сарғайған қабырғалар терезеден түскен жарықты қомағайлана жұтып ауыр демалып тұрғандай көрінді. Төрдегі темір кереуетте шалқалай жатқан кейуана Зина өкпесі сырылдап үзік-үзік демалады. Баданада көзі бақырайып төбеге қарап қадалып қалыпты. Оның ұйықтап жатқанын не өліп қалғанын әлде ояу екенін білу үшін Валя кемпірдің кеудесіне басын қойып, жүрек соғысын тыңдағандай болды. Ұйықтап жатыр деді, сосын жымиып. Бөлме ішінен дымқылданған сыз иісіне араласып қолғаны қабатын қоңырсық иіс шығады. Әуелгіде мұрнымды басып лоқсығандай болғам, кейін кеңсірігім мүлде иіс сезбей қалды. Бөлмеде жарқырап көзге түсетіндей басы артық дүние көрінбесе де, үйдің іші ескі құсқы заттар жиналған мұражайды көбірек еске түсіреді. Бір бұрышта текшеленіп жиналған көрпе төсек, қабырғаны бұрыштай қойылған икона мен балауыз шамдар. Одан әрі қарай ескі радио қабылдағышпен айна ілінген. Ыдыс аяқ қоятын кебеже, есікке қарай пеш орналасқан. Еденге текемет жабылып, оның үстіне көне тоздау алаша төселген. Бұл үйдегі ең бағалы дүние болса, ол терезе тұсындағы зингер тігін машинасы. Бір кездері ауыл әйелдерінің көйлек дамбалын бүтіндеген іс машина. Алғаш мектепке баратын жылы шешем Зина әжеге айтып жүріп, денеме шақтап қара сұр түсті сарафан тіктіргені есімде. Үстіме құйып қойғандай жарасушы еді, сыймай қалғанша тастамай киіп тоздырғанымды білемін. Зинаның қолдарының табы қалған көнерген іс машинаның ағаш жақтаулары біраз кертіліп, инесі қисайып, жіптері бөлек салақ жатыр. Десе де машинаның құлағын бұрай кетсең болғаны, Зина әженің тұтас тағдырынан сыр тартып зарлай жөнелетіндей. Зина әже жатқан тұстың қабырғасына түсі оңа бастаған тақыр кілем, ал кілемнің жоғары жағына жасы 18 бен 20-лар шамасындағы сұлу қыздың фотосуреті ілініпті. Мен суреттегі сұлудың Зина әжейдің жас кез екенін танып, әлденеше уақыт суретке қадала қарап тұрып қалдым. Бетінің ұшындағы ерке шоңқыры білінер-білінбес жымияды. Мәңгі жастықты, мәңгі сұлулықты сол ерке шоңқырына ертіп қия салғандай. Егер сол сұлу ажар тағы бір мәрте жымиса, бүкіл әлемге сұлулық нұры төгіліп сөрде еді. Неткен сұлу, деп күбір еттім. Осы кезде жер үстелді жағалай көрпе төсеп жүрген Валя маған жалт қарады. Анау суреттегі қызды айтам, шынымен Зина әжей ме? Анау суретті айтасың ба? Деп Валя кілемнің жоғарғы жағындағы суретке жалт қарады. Әжем ғой, жас уақытында сұмдық сұлу болған екен. Тіпті әжеме көп жігіт ғашық болған. Мәскеуден, Ленинградтан хаттар келген әжеме. Елдің барлығы мені әжеңе ұқсайсың, құдды бір аузынан түсіп қана қалғандайсың, сені Мария емес, Зинайда туған дейді деп, Валя сол екі ортада өзінің осы кемпірмен қаны бір туыстығын айтып мақтанып, мейманасы тасып қалды. Валя шынымен де әжесіне ұқсайтын. Бейне бір әжесінің бар сұлулығын қайталау үшін дүниеге келгендей. Арадан жылдар өткен соңда құдіретті сұлулықтың қайталанатыны рас болса, Валя соның тірі мысалы, айнымас көшіремесі болар еді. Әнде әр сұлулықтың бір айырмасы, бір бөлік нышаны болуы керек болса, Валяның бойындағы кемшілік атаулы, оның кейде өмірді тым жеңіл қабылдайтындығында еді. Валя сырт көзге ерте бой түзеген, ерте бақыт іздеген ересектеу қыз сияқты сезілуші еді.
Болып тұр, толып тұр, қыз дайын тұр деген күстаналы күйелеш сөздерді Валяның жүріс-тұрысын ұнатпаған ошақ басындағы әйелдер көбірек айтып сөз қылатын. Валя Зина әжейдің осыдан 10 жыл бұрын қайтыс болған жалғыз бауырынан қалған қыз. Валяның шешесі Мария күйеуі өлген соң жыл толмай жатып, көрші Семенмен көңіл қосып, одан және 3 бала туған. Есейе келе Валя өзінің бөлектігін танытып, үйіне жапсарлас қонған Зина әжесінің қолына бір жола көшіп алды. Зина да қарсы болмай Валяны бауырына басты. Валя менен 2 жастай үлкентін. Көрші тұрған соң, мектепке бірге барып, бірге бұзау жайып, бірге ойнап дос болып кеткенбіз. Биыл 16-ға келген Валя, ауру кемпірді күтіп, кір-қоңын жуып, бүкіл шаруаны өз қолына алған соң, кемпірдің азын-аулақ дүние мүлкіне иелік ететінді шығарған. Зина кемпір 80-нің мол ішіне кірсе де, былтырғы кезге дейін өз аяғымен жүріп тұратын еді. Сол күнге дейін оның басы ауырып, балтыры сыздаған күні болған еместі. Бұл ауылда бір дені сау, пәлегі таза кәрия болса, ол Зина, 100-ге 1 келсе, осы Зина келеттей тұғын күн шуақта отырған кеме кемпірлер. Сөйткен Зинаға көз тиді ме, әлде сөз тиді ме, өткен қыста сырттан бір шелек көмір әкеле жатып есіктің алдындағы мұздаққа тайып құлап, жамбас сүйегі шытынап, оңалмай жатып қалды. Бертін келе халі мүлде нашарлап, бір жола төсекке таңылды. Біздің ауылдың қисық ауыз, қияқ мұрт дәрігері бейсен мұртық саусағымен мұртын баса сөйледі. 80-нен асқан кемпірге не өкпе бар, осымен төсекке таңылғаны таңылған, күтіңдер дегенде қойған. Содан бері Зинаның күніне жарап жатқан осы Валя. Сол уақыттарда ғана біз Валяны жағалап, Зинаның үйін төңіректеп келгіштей беруді шығардық. Мен де солай Зина кемпірдің үйіне бас сұққан едім. Валя жерге көрпеше салып ыңғайласып алған соң, кереуеттің астынан ескі шабадандардың бірін шығарып, ішінен ағаш қобдишаны алды. Әжемнің моншақтары. Әдемі, әдемі екен. Саған біреуін сыйлайын ба? Жоқ, қажеті жоқ, әжем көрсе ренжіп жүрер. Лейлаға да бір моншақ сыйладым, алсаңшы енді. Қайтемін оны, қажет емес. Ол бәрібір жақында өледі, ал деді. Менің жотам мұздап кетті. Бейне бір ұрлығы жасаған адамдай темір кереуетте өлі аруақтай ұзарып үнсіз жатқан Зина кемпірге жалт қарадым. Ояу екен. Кіреукеленген кәрі қабағының астынан көшіп бара жатқан өмірдің ең соңғы сәулесі жылт етті де қайта сөніп қалды. Мен Зина әжейдің жанарына ұзақ қарай алмай, жүзімді бұрып әкетіп Валяға, әжең ояу жатыр деп сыбырладым. Ол солай ояу жата береді деп Валя есік тұсында тұрған сырлы шылапшынды темір кереуеттің жанына әкеп қойды. Кеше мектепте би кеші болды, сен неге келмедің? Әкем жібермеді, ал сен әкеңе айт, Валяның үйіне барамын деп. Өлсе де жібермейді, мойныңды үзіп алсын тура. Баласың ау, әлі алдауды да білмейсің. Лейла сияқты болмайсың ба, кейде сужықпастық мінез де керек адамға. Ал ертеңгі болар би кешіне келесің бе? Жоқ, бара алмаймын, ертең сағат 8-де Симба жайлы ертегінің 2-ші бөлімі болады, інім екеуміз соны көреміз. Симба, сен әлі мультфильм көресің бе? Ала. Валя мені үнемі солай мұқататын, бірақ онысын мұқату деп ойламайтын. Ол өзін тәуелсіз бой жеткен сезінетін. Білесің бе, саған қарағанда анау кластасың Лейла ерте бой жетті. Кеше екеуміз би кешіне бардық. Лейла менің жылтыр моншақтармен кестеленген жейдемді сұраған. Бермедім, есесіне джинсы сарафанымды киіп кетті. Жуып әкелсе дұрыс болар еді, Лейланы білесің ғой, салақ.
бір мәрте шалбарымды би кешіне сұрап киіп, тізесін 2 метр алға шығарып әкелгенде де шабадандағы жылтыр орамалдардың бірін мойнына орап, айнаға қарап жатып. Валя айнадағы өз келбетіне тесіліп ұзақ қарағанды, ырғалып билегенді, қасы көзіне сүрме жаққанды жақсы көретін. Мен сұлумын, деді қайтадан айнадан маған тесіле қарап. Сұлусың. Білем, Ақтай да солай деген. Ол кім? Сен оны танисың. Ғали ағайдың жақында әскерден келген баласы. Анау бала ма? Бала? Қайдағы бала? Ол сымбатты жігіт деп Валя көкшіл көздерін төңкеріп қуқылана күлді. Бір рет артезиан басынан көргем, солдаттарша киініп алыпты. Бірақ жүзін анық көре алмадым, алыста тұрды. Сен оны жақыннан көрсең ғой. Сен онымен сөйлесіп жүрсің бе? Онымен уақыттың қалай өтіп кеткенін де білмей қаламын. Ол сенен үлкен ғой. Онда тұрған не бар екен, жігіт адамның үлкен болғаны жақсы. Қорықпайсың ба? Кімнен? Ақтайдан ба? Валя менің иығымнан қағып қалып, сықылықтай кеп күлді. Ақтайдан қорқып не көрініпті маған? Ол менің жігітім ғой. Сен жігітпен жүресің бе, не? Кеше екеуміз сүйістік, ал. Неге көзің бақыраяды? Сен байғұс сүйісудің не екенін де білмейсің ғой. Ұялмайсың ба? Неден ұялуым керек? Мен оған бәрібір тұрмысқа шығамын. Мектепті аяқтаған соң Ақтай маған үйленем деді. Егер мұсылман дінін қабылдасаң, шариғат жолымен екеумізді қиямыз деген. Ал мен оған онсыз да мұсылманмын дедім. Сен қалай мұсылман боласың, орыс емессің бе? Орысты мұсылман болмайды деп кім айтты саған? Керек десең, ұста, сүрелер жаттап жүрмін деген Валя терезе тұсында тұрған иман нұры журналын қолыма ұстатты. Мен Ақтайдың жары боламын. Біздің үлкейген тойымыз болады. Тойдан кейін Бурабайға саяхатқа кетеміз. Сосын біздің көп балаларымыз болады. Бірақ сен не білуші едің, түк те білмейсің. Аузыңнан мәйегің ағып отырсың мынау. Сен ба көремін дейді, ой тағы деген Валя маған кекесінен қарап, иегін көтеріп, шаштарын үлкен қыздарша сілкіп жіберді. Осы кезде төсектегі Зина кемпірдің Валька деген дыбысы құмыға шықты. Сен шыға тұр, мен әжемді тосуым керек деді Валя. Қайта ішке кіргенімде Валяның бір жапырақ шүйкедей кемпірдің іш көйлегін жұлқи түймелеп, не айтып ызыңдай бересің, қақбас, жатты қатағалшы, қай сөзіңді ежіктеп отырамын деп айқайлап жатқанның үстінен түстім. Әлгінде төсекте жатқан кемпірдің енді шоқиып отырғаны тіпті сұсты көрінді. Мұрны құстың тұмсығындай ұзарып, көз айналасы қалталанып, аппақ қудай ажары әлдеқашан арғы дүниелікке айналса да, қу жаны ғана ауада ілініп, қалықтап тұрғандай еді. Мен тағы да кілемнің жоғарғы жағындағы фотосуретке жалт қарадым. Анау суреттегі арудың мынандай өлмелі кемпірге айналғанына сенгім келмей, денем түршікті. Валя мені көріп аз қысылып қалды. Бірдеңелерді айта береді, сөздерін жөндеп ұқпаймын деді қабағын шытып. Әжесін төсекке жатқызған соң, Валя ескі шабаданды қайта ақтарыстыра бастады. Мынаны қара, хаттар. Апамның жігітінің хаттары болса керек деп бір бума сарғайған хаттарды біраз ақтарып шетке сыра салды. Сосын көне альбомдар, ескі жедел хаттар мен ашық хаттар, сарғайған суреттерді бірінен соң бірін сапырылыстырып, араластырып қарай бастады. Мен Зина әжейдің суреттерін жинап алып тағы да үңілдім. Бір суретте дәл осы бір бөлмелі үйінде ауылдың қыз жігіттермен қосылып ән салып отырса, енді бір түссіз суретте жап-жас, әрін бермеген талдырмаш сұлу билеп жүр. Уайымсыз, қамсыз анау ажарындағы сұлу әлем мәңгі тұрақтайтындай, өзі өмір кешіп жатқан совет дәуірі мәңгі мызғымайтындай, уайымсыз және қамсыз билеп жүр.
Барлық суреттердің арасынан бір сурет көзіме оттай басылды. Жап-жас Зина қолына кішкентай нәрестені ұстап аймалай сүйіп тұр. Зина әжейдің баласы болған ба? Бар деген аты ғана. Ондай баланың барынан жоғы, деді Валя суретке жаратпай қарап. Неге? Неге дейтінің бар ма? Кентауда тұрады. Шешесін іздеп бір ретте келген емес. Неге іздеп келмейді? Әжем айтады, дуаланып қалған сормаңдай деп. Әйтеуір бір хақол әйелі бар көрінеді. Әжеммен арас дейме, бірдеңесі бар, деді Валя келесі шабаданды ашып жатып. Ал күйеуі қайда? Әжем күйеуге шықпаған. Неге шықпаған? Қайдан білейін, әйтеуір шықпаған, бауырына қарайлаған. Неге бауырына қараған? Өйткені менің әкем әжемнің жалғыз бауыры болған. Әкем жастай жетім қалып, әжемнің тәрбиесінде өскен. Әжемнің жарты шашын менің әкем ағартқан. Менің әкем де оңай адам болмады. Түрмеге түскен, әйел де жіберген. Қайсы бірін айтайын, байғұс әжем қу бауырын жеткізем деп жүріп қартайған. Сөйтіп жүріп уақытын өткізіп алған. Сонда өз өмірін інісі үшін құрбан қылған ба? Бағы жанбаған шығар. Сонда күйеуге шықпай қалай бала туып алған? Валя маған соны да білмейсің бе? Дегендей бетіме бажырая қарады. Сосын кереуетте жатқан кемпірден көзін ала бере, құлағыңды маған тошы, деді, ентелей түсіп, 2 қабат боп қалған, түсіндің бе енді? Деп сыбырлап ерінін жымқырды. Екеуміз де бір мезет төсекте жатқан кемпірге үнсіз қарап қалдық. Зина әже ұйықтап жатты. Кейде ғана қабағын шытып өкпесі сыр етіп тұншыға жөтеледі. Баланың өзі үшін туғанмын деп ойлаған ғой байғұс, бір шөп желкенің соңынан кетерін қайдан білсін. Қайран әжем, жарты ғасыр жалғыздықта өткен сұлулығың жердің бетінде тозғаны аздай, енді жердің астында шірейтінін ойласам жүрегім қарс айырылады. Сорлы әжем. Жатсын қарашы. Қу сүйек. Небір қазаққа тиіп, қазақ ортаға да сіңіп кете алмады. Әжемнің ажарымен Голливуд әртісі болуға болар еді ғой. Ал бұл жалғыздан жалғыз құла дүзде құсалы ғұмыр сүре берді.